Сәлем достар, домалықпастар. Бүгін сендердің қаныңдарыңды ішетін, яғни осындай бөлшегімен берілетін, так это же, его называть, короче, бұл қандай атауы? Білмеймін, ұмытып қалдым достар, атын ұмытып қалдым. Енді осының, короче, қалай шығарамыз осы есептерді. Қазір сендерге көрсететін боламын. Бірінші, мына жақта ең кіші ортақ еселік тауып аласыңдар. Бізде бұл жерде ең кіші ортақ еселік бізде 6 болып тұр. Мына жақта x-тің асты жоқ, осы 6-ны бере саламыз. Мынаған 3, 2, мынаған 2 береміз. Мынаға тоже 6 береді екенбіз. Енді 7x плюс 2 деп жазамыз. Өйткені мынаны уже асты жойылып кетті, жоқ уже. 6x кіші немесе тең 5x, жоқ, 10 мына жерде екеу, 10x плюс 8 азайтылған 24x. Енді осы жердегі есепті шығарайық, е? Енді осы жердегі есепті қалай шығарамыз? Так что, бірінші біз мына жерде тұрғанымыз 7, мына жақта минус 6 деп тұр. Плюс пен минус бізде қандай нені береді? Минусты береді. Әрине 7x азайтылған 6x. Мына жақта 24x-ның алдында қандай тұр? Минус тұр. Демек ол мына жаққа келген кезде плюс болып өзгереді екен. Я? Бұлай өзгертеміз. Енді плюс 2-міз. Точно жерде плюс 2 бар ма? Плюс 2-міз мына жаққа минус болып өзгермей ма? Сөйтіп мына жерге 8, 2 дейміз. Міне, енді жалғастырамыз. Бізде 7x-тен 6x-ті азайтсақ 1 қалады. 1-ге 24-ті қоссақ 25x немесе тең 10-ға. Енді біз ойламаңдар, чтобы 25-ті 10-ға бөлеміз деп. Ешқашанда мынандай айнымалысы бар сан, бірінші ол бөлінбейді, ол бөлетін сан. Ол бөлінетін емес, бөлетін сан. Яғни ол бізде, мынау бізде бөлінетін сан. Бөлінетін сан. Ал мынауымыз, бұл 25-міз бөлетін сан. Окей? Енді 10-ды біз 25-ті 10-ға емес, 10-ды бөлеміз 25-ке. Сол кезде бізде 0,4 шығады екен. Я? Соны қалай жатамыз? Шығару жолын. 25 үлкен болуы мүмкін. 0,4 тең екен. Енді осыны сан аралығында көрсетсек, яғни бізде 0,4-тен кіші, сонда минус шексіздіктен 0,4-ке дейін. Сендерге қалай мен бірінші неғып осыны жаздым? Неғып жаздым? Неғып мынаны бірінші жазсамадым? Неге? Өйткені минус шексіздік бұл бізде бірінші, қырылмен жазайын. Минус шексіздік бізде әр қашанда бірінші жазылады. Еще ол мынандай қатаң емес теңсіздіксе, қатаң болсын, қатаң емес болсын, ол мынандай болып жай жақшамен жүреді. Окей? Ал бізде плюс шексіздік бұл екінші жазылады. Бірақ бұл да жай жақшамен жүреді. Сондықтан осылай.